Үй тапсырмасын ашып қойып, балалар қарап шығайық. Жақсы, 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 жақсы. Бірінші сөйлемді кәдімгі Нұрбек оқып жүре ғой. Біз қалаға бардық. Біз бастауыш бардық, баяндауыш. Жақсы. Екінші сөйлемді Аржан оқып өткен. Оқушы оқыды. Оқушы бастауыш, баяндауыш оқыды. Жақсы. Тамаша. Балалар, мен бері қарайық. Кәнекей, мына суретке қарап, осы суретте не көріп тұрмыз? Осы сурет бойынша сөйлемдер құрап жіберейік. Дескриптормыз сөйлемдер құрайды, және сұрақ қоя отырып, ішінен бастауыш пен баяндауышты табады. Қане? Сөйлем құрап жіберейік. Динас? Арман мен аяулым балабақшаға барды. Бастауыш қайсы, баяндауыш қайсы? Арман мен аяулым бастауыш, ал барды баяндауыш. Арман, мен дегенде мен де бастауыш бола ма? Жоқ. Нені? Дұрыс айту керек. Арман және аяулым бастауыш деп жарай ма? Жақсы. Келесі Інжу кән. Балалар аулада ойнады. Балалар бастауыш, ойнады баяндауыш. Жақсы. Тағы да? Тағы кім сөйлем құрайды? Ал, тағы да? Аял кән. Әли мен Арман велосипед тепті. Әли Арман бастауыш, велосипед баяндауыш. Велосипед баяндауыш дейді, дұрыс па балалар? Жоқ. Кәні кәні қалай болады екен? Ойлашы кәні. Ойлай. Баяндауыштың сұрағын есіне түсірші. Тепті баяндауыш, дұрыс айтасың. Енді өз қатеңді өзің түзеттің. Сұрақ қандай баяндауыштың? Тепті. Не істеді? Дұрыс айтасың. Не істеді? Тепті. Келесі тағы сөйлем құрап жіберейік. Кәнекей Абжан. Аят пен Сұлтан әткеншек тепті. Жақсы. Арман. Бастаушы қайсысы? Баяндаушы қайсысы? Аят пен Абылай бастауыш. Әткеншек тепті дегенде, енді баяндаушы қайсысы? Тепті. Сұрақ қойғыш? Не істеді? Тепті. Жақсы. Жақсы балалар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді бүгінгі бағана сабағымыздың басында айтып кеткендей, бүгінгі сабағымыздың мақсаты тұрлаулы мүшелер туралы түсінік алу. Бүгінгі сабақта сөйлемнің тұрлаулы мүшелері дегеніміз не екенін білетін боламыз, және сөйлемшінен тұрлаулы мүшелерді ажыратуды үйренесіңдер бүгінгі сабақта. Тұрлаулы мүшелеріміз дегеніміз не? Тұрлаулы мүшелер сөйлемдегі бастауыш пен баяндауыш. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелеріне бастауыш пен баяндауыш жатады. Олар сөйлемнің басты мүшелері болып есептеледі. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, несі, кімің, нең деген сұрақтарға жауап береді. Баяндауыш не істеді, не қылды, қайтты. Жалпы баяндауыш қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Өткен сабақтарда біз бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша туралы өткен болатынбыз. Қандай сөз табынан болған кезде ортасына сызықша қойылушы еді? Қаны? Інжу? Бастауыш табынан болғанда. Мысалы? Бастауышта, баяндауышта қай сөз табынан болғанда ортасына сызықша қойылушы еді? Не және екі жағында да бастауыш сұрақтары болғанда ма? Солай ма? Қай сөз табынан? Кандинас? Бастауыш пен баяндауыш зат есімінің болған жағдайда ортасына сызық қойылады. Мысалы, мектеп, кеме. Не? Мектеп, не, кеме. Ортасына не қойылады? Сызықша қойылады. Білім, теңіз. Не? Білім, не, теңіз. Ортасына сызықша қойылады. Не?
Яғни бұл жерде баяндауыш зат есімнен болып тұр. Ендеше баяндауыш не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтармен қоса, жалпы баяндауыш қай сөз табынан жасалса, сол сөз табының сұрағына жауап береді екен, балалар. Енді жаңа біз сөйлем құрамында да өзіміз бастауыштарды, баяндауыштарды қайтып отырдық. Тауып отырдық, балалар. Мысалы, балалар далада ойнады болса, кімдер? Балалар. Балалар не істеді? Ойнады. Қазір балалар суреттеуге назар аударып отырып, сәйкестендіресіңдер. Дескриптор бірінші сызбаның қай сөйлемге сәйкес келетінін сәйкестендіреді, және екінші сызбаның қай сөйлемге сәйкес келетінін сәйкестендіреді. Табарды немесе. Сөйлемдерді оқып ойыңдар, сұрақтар тұр, сәйкестендіре ойыңдар. Балалар, мен суретпен сәйкестендіреді деп айттым ба? Суретке мұқият қараңдар дедім. Дескрипторды айтқан кезде бірінші сызбаның қай сөйлемге, яғни бірінші тұрған сұрақпенен екінші сөйлеммен сұрақты сәйкестендіреміз. Түсінікті ма? Дескриптор бойынша. Бірінші сөйлемді сұрақпен сәйкестендіреді, екінші сөйлемді сұрақпен сәйкестендіреді. Сұрақпен сөйлемді сәйкестендір. Сәйкестендір ғой. Сұрақпен сөйлемді сәйкестендір. Не істеп отырсың енді? Сөйлемді оқы, қай сұраққа сәйкес келеді? Сәйкестендір. Сәйкестендір. Қараңғыштар, жаңбыр, жауды. Не істеді, не қайтты. Бәрін сәйкестендірді. Қосу, қайсың, жақсы, келесі. Жақсы. Қаны, болдық па бәріміз? Фатима, қанти? Қарлығаш ұшты, нелер? Орнынан тұрмаймыз, Фатима? Қарлығаш ұшты, нелер? Қарлығаштар. Қайтты, ұшты. Жаңбыр жауды. Не жаңбыр, не істеді? Жауды. Жақсы. Яғни, қарлығаштар ұшты деген, нелер, не істеді деген сұрақпен сәйкес келеді екен, е? Ал жаңбыр жауды, не істеді деген сұраққа сәйкес келеді екен. Әңгіме қойыңдар, балалар, өткізе қойыңдар. Жақсы. Жақсы, балалар. Барлықтарында дұрыс сәйкестендірдіңдер. Жақсы. Кәні орнынан тұрайық. Жел соқты. Қар жауды. Қар басылды. Күн ашылды. Отыра қойыңдар. Балалар, енді тақтада тұрған
турган сөздерден сөйлем құраймыз. Дескриптор берілген сөздермен сөйлем құрайды, сөйлем ішінен тұрлаулы мүшелерді табады. Сөйлем құраймыз да тұрлаулы мүшелердің астын сызамыз. Жазайық. Жаза сөйлем құрайды. Так, кім құрап бітті? Жақсы, Фатима, сенде бір сұрақ құрастыра қой. Жақсы, Диназ менен жүдегі бір сұрақ құрастырды. Болдық па, балалар? Кәнки өзінің құраған сөйлемін аяқ оқып жере қой. Бүгін қар жапалақтар жауды. Жақсы, енді тұрлаулы мүшелерді таба қой. Тұрлаулы мүшелер жаңаған айтқанбыз бастауыш және баяндауыш таба қой. Бүгін қар жапалақтап жауды. Бастаушы? Бастаушы қар, Дұрыс. баяндаушы жауды. Тамаша. Жақсы. Жаңа жылдан орындап кеткен балаларға бір сұрақ әзірлеңіздер дегенбіз. Кәнки Нұрсұлтан қоя қой өзің сұрағыңды. Тұрлаулы мүшелер деген не? Кімге қоясыз? Диназға. Диназ, тұрлаулы мүшелер дегеніміз не? Не жатады тұрлаулы мүшелер? Бастауыш пен баяндауыш жатады. Толық айту керек. Тұрлаулы мүшелер дегеніміз бастауыш пен баяндауыш. Жақсы. Сосын Інжу сұрағыңды. Бастауыштың Кімге қоясыз? Фатима. Фатима. Бастауыштың сұрақтарын. Бастауыштың сұрақтарын айт. Кім, кімдер, нелер, не. Кімнің не? Бастауыштың сұрақтары деп толық балалар толық жауап беруіміз керек. Жақсы, отыра қой. Диназ болған сұрақ дайындай қой дегеніміз. Жақсы. Мен оянамын Нұрбектен. Нұрбек тұра қой. Сұра қой. Баяндауыштың сұрақтары. Баяндауыштың сұрақтары дейді. Айта қой. Баяндауыштың сұрақтары? Баяндауыштың сұрақтары. Иә. Не Дұрыс. болды? Қайтты. Не істеді, иә? Жақсы, отыра қой. Фатима, бірінші болған тағы да айта қой. Сұрағыңды қоя қой. Бастауыштың асты неше сызықпен сызылады? Кімге қоясың ол сұрақты? Жүге. Бастауыштың асты бір сызықпен сызылады. Жақсы. Ал Ернұр айта қойшы, баяндауыштың асты неше сызықпен сызылады? Екі сызықпен. Дұрыс айтасың, баяндауышты біз екі сызықпен сызамыз, бастауышты бір сызықпен сызамыз. Тұрлаулы мүшелер деген тақырып түсінікті ма, балалар? Иә. Иә, тұрлаулы мүшелерге не жатады екен? Бастауыш. Бастауыш пен баяндауыш жатады екен.